уағызын, дағуатын тыңдап көріңізші. Қазақтың тарихы, қазақтың әдет-ғұрпы, қазақтың құндылығы, қазақтың кимешегі, қазақтың бір ауыз сөз айтты. Сахаба, бәленшебайы, Әбу Хурайра, Әл-Бұхаридің хадистері болмағаным сенбейтін бір нәрсе айтады. Арабтың батырларын айтады. Ухуд соғысын айтады, ананы айтады. Еще біздің егемен сақтаған қазақтың батырларына неге айтпайсың? Оны айтсаң бітті. Аруақ деп айтты, бидғат, ширк, мазлум, мұнафиқ. Неге сұмдық бұл? Қайда барып жатыр? Мешіттерді қалай салып жатқанын біз білеміз. Неге мектеп салмаймыз? Біз неге ғылымға апармаймыз? Білсеңіздер, алаш азаматтардың бәрін жапонның шпионы деп сөйледі. Бәрін 37 жыл атпыстағы. Неге? Олардың алдына қойған фабуласы болды, ұраны болды. Біз жапондар сияқты технология, жапондар сияқты өз ұлттық дәстүрімізді, жапондар сияқты ділімізді жоғалтпаймыз дейді, діл, әдет ғұрпымызды. Оның бәрі жапонның шпионы деп 37 жыл атпыстады. Қазіргі енді сіз ойлаңызшы, біздің конституция жазып тұр. Бірінші бабында сіз конституцияға қарсысыз ба сонда? Қазақстан зайырлы және демократиялы мемлекет. Діни мемлекет емес. Енді сіз шетелдің идеологиясын тықпалап отырсыз. Соңыз дұрыс па? Не қазақ құндылығын айтпайсыз, не қазақ әдет-ғұрпын айтпайсыз. Кекіл қойған харам, бесікке салған харам, жар-жар харам, домбыра харам. Жыраулардың ішіне жын кіріп кеткен дейді. Сұмдық қой мынау. Ұлтты өстіп маргинал, космополит негізшісі жатыр. Енді тарихи деректерге келетін болсақ, тарихты оқу керек қой. Көшпенді қазақта мешіт болған жоқ. Муэдзин дейді, азаншы болған жоқ. Ал енді қай атаңыз жауға Аллах деп шықты. Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Шақшағұл, Жәнібек, Қарасай, Райымбектердің бәрі аруақ деп шыққан. Аруақ риза болмай тірі байыз таппайды дейді. Сондықтан біз қазақтықтан бұл құл дейтін сөз жақсы нәрсе емес қой. Арабқа құл болып, сол Меккеге бару үшін қазір $4,500, әйелмен барса $10,000 ақшаны шешеді. 2 китайский таски, 2 жай намаз, 2 пластик су алып келеді. Оны базардан ала салмай ма? Немене, ол не деген немене Құдай? Қазақстанда тұрып сіздің дұғаңды қабыл қылмайды. Тасты айналса, қара тасты айналса, дұғаң қабыл болады. Это абсурд дейтін нәрсе осы парадокс. Ғылыми дейді, нонсенс дейді. Жақсы, сөз сәлеметте болыңыздар, қазақ болайық, араб болып қайтасыңдар. Құрметті ағайын, осы бізді дін біріктірмейді, өзі 80-ге ағымға бөлініп жатқан дін. Қай атеист, агностик бар, Сирияда бар кісі өлтіріп жатыр. Бірде-бір атеистер бар кісі өлтіріп жатқан жоқ. Қай атеист елдерді қарғап жатыр. Бірдеме айтсаң бітті қарғанып шыға келетін мұсылмандар. Бұл ең надандықтың, және ғылымның қай мұсылман елінде ғылым технология дамып жатыр. Қай телефон, нәски шығармайды. Әйтеуір мұнайдың арқасында отыр. Оны принц Салман өткенде айтты. Жақында қала салып жатыр. 25 жыл бітіреді. Ол жерде бірде-бір ғибадатхана болмайды. Біз дейді, бұлай мұнай бітіп қалса дейді, біз 6 ғасырда үңгірге бірақ кетеміз деп ашық айтты.